Достар, мына мысалдарды көріп тұрсыздар ма? Бұл мысалдар мектеп оқушыларының жиі қателік жіберетін мысалдарының бірі. Қазір мен сіздерге дөңгелек сандардан қалай тез және қатесіз азайтуға болатындығын түсіндіремін. Бұл әдісте ең бірінші азайғышымыз мыңнан бірді азайтып тастаймыз. Мың мен бірдің айырмасы ол 999-ға тең. Екінші азайтқышымыз 567-ден бірді азайтып тастасақ, 566-ға тең. Енді алгоритм бойынша оңнан солға қарай сандарды ретімен азайтамыз. 9 бен 6-ның айырмасы 3-ке тең, 9 бен 6-ның айырмасы 3-ке тең, 9 бен 5-ның айырмасы 4-ке тең. Демек, 1000 мен 567-ның айырмасы 433-ке тең болады. Достар, енді мына екі мысалды мен үйреткен әдісті пайдаланып шығаруларыңызды сұраймын. Егер де мен берген ақпарат сіздерге қызықты болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.